Осы сияқты сөзді ассаламу деп дұрыс айта алмасаң сәлем бермеген боласың деген сияқты түсініктерді алып келіп елдің басы қатып кетті. Сондықтан бисмилля десе, біздің қазекең даже бисмилля демей бисмилла деген. Бисмилла, б-мен айтқан, бисмилла деген. Сонда сен бисмилля десеші, оны көтпей қылама не? Құдайға онда басқа періштелер оны басқа жаққа қайтарып жібере ме не? Сен қабыл болмайды деп. Жоқ, олай емес. Әлбетте ережесімен айтсаң жақсы. Бірақ енді тіліңнің келген екен. Сол біреу өмірде біреу бір рет бисмилля деп айтты. Соған қасына молда отырып, сенікі дұрыс емес. Ар жағына сен білгіш шығасың, бисмилля деп айту. Соңында ар жақтан тағы біреу шығады, деп айту керек деп. Соңынан әмин ба, әумин ба? Қалай айтамыз? Әумин десең қолға су деген мағына шығады деп елді басын қатырудың қажеті жоқ. Сондықтан ниеттеріңіз қабыл болсын. Ата бабамыз айтқан сөзді айтайық. Көш жүрегелі түзеледі. Ең бірінші сөздің, мына қазір неге сөз аңдық балық? Өйткені ниет дұрыс емес. Қазір адамдардың ниеті дұрыс болмағандықтан осындай сөз аңдып қалды. Мынау бүйтіп айтқанда хә демеді, бүйткенде и демеді, бүйткенде бүйтіп айтпады деген осы сияқты сөздер адамның басын қатырды. Өйткені иннамал амалу бинният, барлығы ниетке байланысты. Ниет Аллаға жағу болу керек, адамға жағу емес. Нумерологияға көз қарасыңыз. Шариғатымыз рұқсат бермейді нумерологияға. Біреулер береді деп айтып жүр, ол қате сөз. Болжаудың қай түрі болса да, гуманитарный түрі, добровольный түрі, қағазбенен, сүйекпенен, құрамменен ештеңені болжауға болмайды. Мына күннің энергиясы жақсы, ананы істе, мынаны істеме дегендер көп. Пендемізге ойланып қалам, әр күннің берекелі емес пе? Біз әр күн емес, әр таңды берекелді деп есептейміз. Әр бір таңменен ырыс күтеміз. Әр бір таңменен Құдайдың жақсылығын күтеміз. Бүгінгі күн жаман деген күн емес. Бүгінгі күн адамның ниеті, пейілі жаман. Адамның Алланың бергені әрқашан жақсы болады алтыным. Сондықтан энергияны күтпей ақ қойыңыз, мантраларды іздемей ақ қойыңыз. Әрбір күннің жаңағы сәулесі келеді, тағы бір нәрсесі келеді деген келетін нәрсенің бәрі келе береді. Қаласаңыз, онда сол күн адам туылмау керек еді, Құдай оны жаратпау керек еді, ол күн онда жұмысқа шықпау керек еді. Сондықтан жаңағы мен жылан жылы туылғам, жылан жылы көп өледі адам, тағы да еще жылан жылы туылып, жылан жылымен қоса зодиагың скорпион болса жұмысқа алу қиын. Кейбір ана сондай мекемелерде бұл есі ауып қалған адамдардың міндеті. Сондықтан ондайлардан алыс болыңыз. Құдай сізге бермеген екен, қуаныңыз, ондай нәрсеге иланбаңыз. Сүндетке отырғызғанда бірінші мешітке апарып дұғасын оқыту керек па дейді. Мешітке апарып оқытып, қайрап, дайындап алып апарып тұрып, деп операцияға кіріп кетейін деп едіңіз. Жо молда бүйтіп тұрып, дұға қылып, сол жерін ашып тұрып, сол жерге көздеп тұрып, сүннет дейтін жерін направить етіп жібере ма? Жоқ, ол жерін направить етпейді. Оған қатысы жоқ. Баланы сүндеттерден алдын мешітке апарудың вообще қажеті жоқ. Сүндеттерге апарасың. Сүндет демесең әкелмейсіз бе не баланы сонда? Әкеле бер, жұма сайын, сәрсенбі сайын. Молда қан шешші деп шешіп, көздеп, қарап тұрып, бүйтіп, стірләт етіп, жақсылап қайрап тұрып, астынан, үстінен келтіріп тұрып, содан кейін деп кесте жіберген жоқ. Молданың вообще қатысы жоқ. Мүшел жас туралы айтыңызшы дейсіз бе? Мүшел жас біздің қазақ халқының әрбір аттам, әрбір баспалдағы, әрбір өтетін кезеңі бірінші жасы 13 жастан болады, ары қарай 12 жасты қосып кете бересіз. Өзгер елді кешіре аламын, өзімді кешіре өткен күнәларым үшін. Ғажап, супер, осындай болу керек. Адам шын тәубе еткен адам өзін ешқашан кешірмейді. Өзін қайта жегілейді. Құдайдың алдында неге намаз оқымаймын? Құдайдың алдында неге мен мына сөзді айта алмаймын? Неге мен мынаны істей алмаймын? Неге мен сол күнәні істедім деп өзін әбден пұшайман болып өзіңізді кешірмесеңіз, қасқып өзіңізді соған байласаңыз, онда сіз екінші сол күнәні істемейсіз. Неге адам уәде береді де уәдені бұзады? Неге уәде береді де уәдені бұзады? Әйеліне уәде береді де қайтып уәде. Өйткені ол қасқылмаған сол нәрсені. Сол нәрсені жаман көрмеген, соны дұшпан көрмеген, нормальный көрген де оны. Сол істі жек көрген. Жоқ, түгел соны жек көріңіз. Сонда жеңу оңай болады. Сіздікі дұрыс. Кейіннен ислам қабылдағаннан кейін пішілу керек пе дейді. Жағдайға қарайды.
мына науқас балаларды, жаңағы әртүрлі ерекше балаларды бағып отырған ата-аналар балаларды сүндеттеудің қажеті жоқ. Онсыз да ауырып отырған, оған түсіндіре алмайсың. Ол бала онсыз да үйде мазасыз, сол баланы апарып тағы сүндеттеп, енді білесіз ғой баланың қандай екенін, ауру екенін, енді ертең ол ауру деп айтып мойындау керек. Сол мойындап тұрсыз, енді бағып тұрсыз, енді оны апарып тағы да өзің қиналғанда, одан бетер ана баланы мен сол бір молданың жоқ сүндеттеу керек деп апарып, жаңа кішкене баланы, содан бала ауырып, жаңа кескен жерін өзі ұрып қаната береді екен, ауырады деп. Бала ғой, жаңағы білмейді, дұрыс білмеген сүндет деген жерін қайта ұрады дейді, апарып тігеміз дейді, қайта соны қолын тартып байлап тастадық дейді. Қараңызшы, қанша машақат алып келді, бір дұрыс айтпаған сөздің үкімі. Сондықтан да егер баланы көріп тұрсаңыз, біліп бала сондай ауру десе, онда көріп тұрсаңыз, оны баланы сүндеттеудің қажеті жоқ. Біріншіден, баланы сүндеттеу парыз емес баланы сүндеттеу. Баланы тәрбиелеу парыз, бірақ сүндеттеу парыз емес. Мен көшеде мысықтар көрсем аяп тұрамын, тамақ беремін, үйіме алып кеткім келіп тұрады. Осы әдеттен қалай арылуға болады? Өзім үйімде 2 мысығым бар дейді. Сен жұмысыңды ауыстыр. Сен неге жұмысқа кір? Ана Greenpeace-тің несі бар, мысық бағатын орталығы бар. Айнагүл, сен соған жұмысқа кір. Сон Қазақстандағы мысықтың бәрін жинап береміз саған. Сон мысық бағып өмірің күшті болады жаным. Ақыры жүрегің кейіген, ақ көңіл екесің. Жақсы болады. Сен сондай мысық қарайтын орталыққа жұмысқа кіріп, мысық, ит қарайтын жерге кіріп алсаң, жақсы болады жаным. Оңай болады жұмысың. Күнделікті мейірімің и походу жұмысың сол болады. Ата үйің бәрі мышық қана болып кетеді, соседтер арыз жазады саған. Мына бәле болды мынаның мысығы деп. Сол мысықтарың кішкене анандай жүргіш мышық болса, соседтердің үйіне бақырып, соседтің мысығын свиданиеға шақырып, сон жаман болады. Соседтің мысығы жүргіш болса, сенің мысығыңды бұзып қояды. Жүргіш болып кетеді сенің мысығыңда, соны қой, олай жасама. Бақырат білесіз, мысықтарды өз неғған кезде, шағылысқан кезде, сонда жақсы болмайды. Соседтен сөз естейсің, шыңғырып. Балам 4 жаста сүндеттемеген, біз әлі сүндеттеу 4 жаста болмайды дейді. Сол рас па? Тақ санда ғана сүндеттеу керек па дейді. Жоқ, сүндеттей беріңіз. Жұма қабыл болсын. Бұлым кіті өтеді, нәтижесі жақсы болса екен. Дұға қойыңыз, жақсы болады. Алла жеңіл өтуін, жақсы нәтиже шығуын Алла нәсіп етсін. Алла жүрегіңізге тыныштық берсін. WhatsApp желісі арқылы бір сөз сообщениемен талақ деп жазса, шариғат бойынша ажырасқан болып есептеле ма? Сіз айтқандай тура 3 рет талақ деп жазса, басқа сөз жазылмаса, талақ түспеуі де ықтимал деп айтады ғалымдар. Себеп бұл талақ берілмеді. Әшейін развод деген сөз дейді. Развод берілу керек, түсірілу керек, иқа деп айтылады, түсірілу керек. Өйде түсірілген жоқ ол. Бірақ қалай болғанда да талақ неке мәселесін телефоннан сұралмайды. Және 2 адамнан біреу сұрамайды. Екеуі қатар келіп талақ түскенін сұраса, өйткені осы жерде қосылар сұрақтар бар. Талақсың, талақ бердім, талақ берілгенсің, өз жауабың өзіңде, кетем десең кет менен ажырасып деген сияқты сөздер болу керек. Сіз айтқандай мәселе сондай. Таңда 36 деген сан келді. Ұйқыдан кезінде Google'дан жорамалды мұсылманша қарадым Google'дан дейді. Яси сүресі екен, оқып жүрмін дейді. Азда 30 қапты саған, 36 цифр. Саған негіз 114 түскен. Сен кішкен шатасып қалдың. Айгүлжан, саған 114 түсті. Құранның 114 сүресін жаттап ал деген, қари бол деген саған не түсті? Просто сен 36 сынақ есінде салтақ қалдың. Сен просто 114 сүрен жатта. Қызым 10 айлық, кеше жүрекке операция жасады, бүгін реанимацияда, аты Ясина. Алла шипа берсін, аман есен үйіңізге оралсын. Кофемен болжам жасау күнә ма, харам болады. Басымда тамырлар жұқарып тұр. Баламды врачтар 2 апта алдырды. Жүрегім ауырып жүр дейді. Елмиражан, жастың баласы өлмейді, алтыным. Жастың баласы өлмейді. Құдайым бұйырса әлі талай жақсылықтың басында боласың, сабыр ет. Қарсылық жасама.
алла болары бол. Сен жылағаннан да тамырғанда бала қайтып келмейді, болды. Денсаулығың құрайды, ертең тағы бала көтеру керексің, ана болу керексің, жаным. Денсаулығыңды көт, күйеуіңе жәрдемші бол. Балаларым басқа елге келін жұмысқа бара жатыр, балам бірге барам дейді, не істейміз? Дұрыс, барсын бірге барсын. Әйелді жалғыз жіберуге болмайды. Еркек жалғыз кеткенде жақсы емес, бірге барсын. Екеуі бірге жұмыс істеп қайтсын, сіз балаларын қарай тұрыңыз, апа. Балалар көбейіп, кішкене дүниесі құралу керек. Қазір сол балаларды өсіруге де неге ғой? Дүние керек.